Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бағыстан тұрғын үй кешеніне шолу жасауға келдік. Мінекей мынау бізде кіреберіс есіктері. Астана қаласының климатын ескере отыра. Кіреберісте арнайы осындай бір орын бар. Толыққанды пластик есіктері, сапалы домофон тұр. Енді өзіме ұнап тұрды пластиктарша. Жерінде кафель, одан сол жақта пошта жәшіктері. Бағыстан тұрғын үй кешені 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 батареяны қойыпты. Қабырғалар келесідей штукатуркамен жасалынған. Одан кейін оң жағында лифт бар. Ашық, жарқын, кейін қараңыздаршы терезелеріне. Подъездің өзіне қалай свет түсіп тұрады. Қазір лифттің көрейік, ақпарат, информация дейді. Дай. Мына жерде шар комфорт дейді, жұмыс кестесі жазылған, ақпарат, информация, өрт сөндіру, полиция, скорый помощь, газовый служба, бәрі номерларын мұнда жазып қойыпты. Ішінде келесте лифттер тұр екен. Лифтісі ерекше екен, қараңыздаршы. Жеріне дейін кафель төсеп қойыпты. Мінекей достар, лифті. Біз қазір екінші қабатқа көтерілеміз. CO элеватор деген лифттер тұр екен достар. Міне жақсылап қарап алыңыздар. Мынау енді достар, бір ескере кететін жайт, егер неге лифттің жан-жағы қапталмаған десеңіздер, қапталады егер нысан черновой берілетін болса. Ал бұл нысан сіздерге чистовой уже ремонтпен беріледі. Керемет достар. Мынау бізде қабат белгілі. Бір қабатта 1, 2, 3, 4 пәтер екен, 4 пәтер. Мін қараңыздаршы, кіреберістер қандай жарқын, күшті болып тұр. Қазір пәтерлердің ішіне кіріп, сіздерді таныстыратын боламыз, достар. Біз сіздермен бірге 4 бөлмелі пәтерді тамашалайтын боламыз. Бұл 4 бөлмелі 102 емес, 91 аудиум. Мына жерде санузел бірінші. Есіктері келесідей. Жерінде ламинат. Мынау бізде ас бөлмесі. Қабырғаларда осындай обойлар тұр. Бүкіл бөлмелерде. Мына жерде арнайы трубалар жүргізіліп қойған. Мұздай суға, жылы суға дегенде келесідей кафель тұр. Розеткалардың бәрі орнатылған. Келесідей жылыту батареялары, жеріне ламинат. Особо стектері қатты көрінбейді екен. Достар, бұл бөлмеде 1 розетка, 2 розетка, 3 розетка екен бір бөлмеде. Бұдан бір қосатын. Мына бұлай келесідей бағанағы жарық шамдары қосылып тұр. Балконнан тікелей шығатын, кухнядан тікелей шығатын балкон. Жерінде кафель, лоджия десек те болады. Достар, қараңыздар. Бірден есіктің алдында ойнап жүрген бала шағаларды бақылап отыруға болады, достар. Мына. Бұл бізде балкон, ас бөлмесінен шығатын. Әрмен қарай келесте есіктер орнатылған. Мына ручкалар. Плинтус пластиковый, жақсы плинтустар. Мына кіреберісте бір санузел. Мына жерде арнайы орын. Мына жерде нелеріңізге дейін қойып береді, зондықтарыңызға дейін. Домофон тұр, свет қосатын. Мына жерде автоматтар. Әрмен қарай кіреберіс бөлмелерге. Оң жақта мінекей достар, 4 бөлмелі үлкен бөлмесі. Мынау қонақ күтетін бөлме дейміз ба, себебі 2 үлкейтілген есік тұр екен. Жерінде ламинат, үйдің іші тап-таза. Мына жерде 1 розетка, 2 розетка, 3 розетка, 4 розетка, 2 включатель. Жерінде ламинат, қабырғалардың биіктігі 2-7. Мына жерде обой. Жылыту батареясы. Қосымша. Бұл жерде тағы да бір балкон
қарастырылған екен. Әрмен қарай кеттік. Пластик терезелер толыққанда. Бұл бізде распашонка. Екі жаққа да қарап тұрады. Мына жеріне ламинат. Төбесі әктелген. Жарық шамдар орнатылған. Жылыту батареялары. Пластик терезелері. Пластик терезелер жақсы жабылып тұр. Үлкен жолға қарап тұр жол. Мына жерде бізде екінші санузел жуынатын бөлме. Змейка орнатылып тұр. Кафельдер, одан кейін ванна, одан кейін қол жуатын. Мына жерге қосымша унитаз қосу мүмкіндігі қарастырылған, или ол емес пе екен? Жоқ, унитаздық емес. Унитаз емес, айып етпеңіздер, достар. Стиральная машина, айып етпеңіздер. Жайымдары машина, алтындары машина, стиральная машинаға орын. Мына жерде міне светі осы жерде қойылған. Әрмен тағы да бір бөлме. Бұл жатын бөлмесі деп саналады. Есіктер келесі орнатылған, ручка, жерде ламинат. Жақсылап, Мақсат мырза, асықпай түсіріңізші дейтін жандарға. Міне, жақсылап, асықпай көріп шығыңыздар. Мынаяқта қосымша тағы да бір жатын бөлмесі спальный. Сол кезде толықтай бізде 4 бөлме болып тұр. Есікті бана жабатын ручка бар. Есіктер қосып жүретін 1, 2, 3 розетка. Жылыту батареялары. Мінекей достар. Жақ қарай-қарайды екен. Біз сіздермен қазір 4 бөлмелі пәтерді тамашаладық. Әдемі достар. Әдемі. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі? Екен прям. Кірдің бірінші кухня. Мен мына жерде тұрмын. Кірдің бірінші кухня. Бұл жерде білмеймін енді. Шатасуында мүмкін 100 квадраттан аспайды ғой, бір 90-91 квадраттай шығады. Мына жерде. Получается, унитаз бөлек болады сіздерде. Енді өздеріңіз көресіздер ғой, өздеріңіз шешесіздер. Унитаз бөлек, мына жер чисто жуынатын бөлме болады сол кезде. Мына жерде бағана айып етпеңіздер, ол стиральный машинаға арналған орын, вентиляциясы тұр. Міне, жақсылап көріп алыңыздар. Жер бәрінде ламинат орнатылып тұр. Мына жерде достар. Асықпай тамашалап көріп шықтыңыздар.